Құрметті оқушылар, биыл бізге белгілі тарихшы, әдебиетші Мұхаммед Хайдар Дулатидің туғанына 525 жыл. Соған арналған танымдық сабағымызды бастаймыз. Оның мақсаты Дулати өмірі туралы деректермен танысу және де Мұхаммед Хайдар Дулатидің қазақ тарихының қалыптасуына қосқан үлесі жайында ақпарат алу. Мұхаммед Хайдар Құсайынұлы Дулат әйгілі тарихшы, әдебиетші, Моғолстан мен оған іргелес елдердің тарихы жөнінде аса құнды деректер беретін Тарихи Рашиди кітабы мен Жаһаннама дастанының авторы, Жетісу жеріндегі ежелгі Дулат тайпасы әмірлерінің ұрпағы. Мұхаммед Хайдардың ата-бабалары кезінде Моғолстан мемлекетінің құрамына енген, қазір оңтүстік шығыс Қазақстан, Қырғызстан және шығыс Түркістан жерлерінде олыс-келеді жатқан қызметтерін атқарған. Тарихи Рашиди мемлекет қайраткері Мұхаммед Хайдар Мырза Дулатидің еңбегі. Жетісу мен шығыс дешті қыпшақ болған оқиғалар, Моғолстанның құлауы, феодалдық соғыстар, қазақтар, қырғыздар және өзбектердің сыртқы жауға қарсы күресте өзара одақтасуы туралы көптеген мәліметтер бар. Жұрттың алғашқы құрылған кездегі алып жатқан жері Дулатидің айтуы бойынша Қозыбасы Жетісу аумағы болған. Керей мен Жәнібектің батыс Жетісуға көшіп келуін халқымыздың тұңғыш көрнекті тарихшысы Ұлы далада әмірші болған Тектамбектің ұрпағының сан қилы тағдыры арқылы әлемдік тарихқа ықпал еткен ұлы тұлғаны насихаттайтын Дулати телехикаясы. Сценарий авторлары Сержан Закирұлы, Бақыттар Санитас, бас продюсер Мұрат Бедосов. Ұлы тұлғаның есімі мәңгіге қалды. Яғни оған себеп мына жерде тарихи тұлғаның есімі берілген оқу орындарының көшеге назар аударыңыздар. Тараз қаласындағы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, сондай-ақ Шымкент қаласы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы күштіде оқытатын нөмір 8-ші мамандандырылған гимназия, және де өзіміздің Қордай ауданы нөмір 47-ші мектепте осы Мұхаммед Хайдар Дулати есімімен аталады. Сондай-ақ Шымкент қаласында осы Дулати атындағы көшеде бар екен. Алтын менің маңсағын шақырып қойған